Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ілмекпен тоқудың екінші сабағын көрсететін боламын. Бұл сабақта біз столбик без накида тоқып үйренеміз. Әуелі біз бірінші сабағымызда воздушный петля тоқып үйрендік. Мінекей, осы воздушный петляға қазір столбик без накида тоқимыз. Ол үшін бір воздушный петля для подъема тоқимыз. Мінекей, екінші петляға ілмек саламыз, жіпті тартып шығарамыз. Осылайша ілмекте екі петля пайда болады. Бір, екі. Осы екі петлядан жіпті ілмекке ораймыз, ілеміз, және екі петлядан тартып шығарамыз. Осылайша столбик без накида пайда болды. Енді екінші петляға да дәл солай жасаймыз. Петляға ілмегімізді саламыз, жіпті ілмекті орап осылай тартып шығарамыз. Екі петля пайда болды ілмекте. Осы екі петлядан жіпті іліп алып өткіземіз. Мінекей, екінші столбик без накида. Тағы бір рет тоқиық. Петляға ілмекті салдық. Ілмек салған кезде мынау жоғарғы жағына саламыз. Мінекей, осылайша. Сосын жіпті осылайша тартып шығарамыз. Екі петлядан жіпті тартып шығарамыз. Үш столбик. Ілмекті салдық, жіпті тартып шығардық. Екі петлядан жіпті тартып шығардық. Төрт столбик. Бесінші столбик. Алтыншы столбик. Жетінші. Сегіз. Тоғыз. 10. 10-шы столбигіміз тоқып болдық. Енді бір воздушный петля тоқимыз для подъема. Әрқашан рядты бастаған кезде бір воздушный петлядан бастаймыз, егер столбик без накидамен тоқитын болсақ. Тоқымамызды айналдырамыз, солға қарай теріс айналдырамыз. Міне бір воздушный петлямыз для подъема. Енді бірінші петля мынау. Осыған ілмегімізді саламыз. Былайынан төбесінен қарағанда өрім болады. Сол өрімнің астынан ілмекті өткіземіз. Жіпті ораймыз. Осылайша алып шығамыз. Және мына екі петлядан жіпті өткіземіз. Мінекей, бірінші столбигіміз. Дәл осылай екінші петля. Мына жерге ілмекті салдық, мына өрімнің астына. Мінекей, өрім төбесінен қарағанда жіпті орадық. Екі петлядан жіпті өткіздік. Осылайша тоқимыз. Мінекей, осындай әдіспен столбик без накида тоқыладым. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер менің видеом ұнап жатса лайк басыңыздар, және сұрақтарыңыз болса төменге комментарийге жазыңыздар. Сіздерге барынша жауап беруге тырысамын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.